Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Қазақстандық профи Жәнібек Әлімханұлының болашақ жоспары белгілі болды. WBO чемпионы келесі кездесуінде белбеу біріктіретін секілді. Ол бүгін Twitter желісінде бразилиялық профи Эскива Фалькаоға осы шаруа бойынша емеурін танытып қойды. Бұл қарсыласты жеңетін шығарсың. Олай болса ары қарай белбеу біріктірейік деп жазды Жәнібек Фалькаоның твитінің астындағы комментте. Фалькао өздеріңіз білетіндей, 1 шілде күні Винченцо Гуальтери мен вакантты IBF белбеуін сарапқа салады. Оны жеңетін болса толыққанды чемпион атанады. Бұл ретте түйткілді мәселе бар. Жәнібек бұл жекпе-жекті меңзегенде астына топ ранг басшысы болып Арумды, сондай-ақ Карл Моратти мен Эгис Климасты белгілеп кеткен. Ал Эгис өздеріңіз білетіндей Жәнібекпен қоса Мейірім Нұрсұлтановтың да менеджері. Жәнібекте чемпионлық белбеу бар, ал Мейірімде жоқ. Демек Климас екінші боксшысында чемпион ету үшін Фалькао белбеуіне үміткер ретінде Мейірімді қою әбден мүмкін. Мұндай әңгіме бекерге айтылып отырған жоқ. Біріншіден Мейірім IBF-те белбеуге үміткер боксшылардың бірі. Аягөздік шеберді чемпион атандырудың оңай жолы да осы. Әйтпесе WBC бойынша Нұрсұлтановтың Джермал Чарломен шығуына шындығын айтқанда қазір ешкім сенбейді. Чемпион Жәнібекті елемей жүрген Чарло Мейірімді тіптен байқамайтын болар. Сондықтан Әлімханұлының бұл твиті екіұдай пікір туындатты. Десе де мұндай болмайды деп айтуға келмейді. Естеріңізде ме, бір кездері Фалькаоның өзі Жәнібекті жекпе-жекке шақырған еді. Қос боксшы арасында әлеуметтік желіде пікір таласта туындаған. Демек тарихпен байланыс бар. Бірақ ол үміткер Фалькаоның сөзі. Ал чемпион атанса өзгеріп кетуі мүмкін. Не де болса, елде демалысын өткізіп жатқан Жәнібек тыныштығын бұзды. Яғни аш арлан қайтадан жемтік іздей бастады деген сөз. Енді ол тыныш жатпас. Менің пікірімде қазір Жәнібек WBC ұйымына да қысым туындатса артық етпейді. 2 жылдай кездесусіз белбеуді бауырына басып алып жатқан Чарлоны еркін түспеу керек. Оның да басын жастықтан көтерткен жөн. Ментальды проблема, психологиялық қиындық деп жүрген Чарло босқа уақытты өлтіріп жатыр. Қатты қысым туындатса, ол чемпиондық белбеуін босата салу да ғажап емес. Хан Жаңгірдің екпінімен Жәнібек Андраданы бұрышқа тақады емес пе? Нәтижесінде өрім шашты Деметриус белбеуіңде өзіңде құр дегендей босатып басын алып қашты ғой. Енді соны Джермалға қатысыздар жасаған жөн болады. Не де болса, ұлы қазақтың баласы қазақтың ұлы даласына тағы бір белбеу алып келуге мықтап кірісті. Ал ол WBC бола ма, IBF бола ма бізге бәрібір. Сондай-ақ мен қазақтың сары балаларының жетістігінде айтқым келіп тұр. Өткен демалыстарда Германияның Эбербах қаласында бокс кеші өткен болатын. Тура осы кеш аясында 3 қазақстандық боксшылар өнер көрсетіп, кезекті жеңістерін тіркеді. Араларында ең танымалы Артур Ман, Стефано Чамба есімді қара нәсілді боксшыны 55 секунд ұрып жықты. Бірінші ауыр салмақта өткен сында Ман еш қиындық көрген жоқ. Шындығында Артур Германияның атынан бокстасады. Бірақ ешқашан түп тамырын ұмытқан емес. Кезекті жеңісінен соң салған мына фотода арқасында неміс туы емес, қазақтың көк байрағы тұр. Тікелей Қазақстаннан деген жазба қалдырған боксшы елдегі жанкүйерлерге өзін қолдаған үшін алғысын жаудырып жатты. Мұндай боксшыдан қалай айналмайсың? Мұнымен ол сұлбасы неміс болса да жүрегі қазақ деп соғып тұрғандығын байқатты. Артур бір кездері крузервейтте IBF белбеуіне үміткерде болған. Сондай-ақ осы кеште тағы бір қазақ боксшысы Виктор Теміров те кезекті жеңісіне қол жеткізді. Ол Эбербахта угандалық Музамир Какандамен шығып, төрешілердің бір ауыздан шешіммен жеңіске жетті. Кездесу шындығында да қандай қасқа айналды. Жеңілмеген қос спортшы аянып қалмады. Нәтижесінде кештің ең үздік сынын жасады. Осы сыннан соң Виктор бірінші орта салмақта рейтингте 520 орыннан 512-ге көтерілді. Бұл боксшыны елімізге танымал маман Рүстем Іргебаев жаттықтырады. Германияда Теміровті жас Головкин деп атап кеткен. Олардың ойынша боксшының стилі даңқты чемпиондықіне ұқсайды. Қазақстандық жеңіл көрмеген тағы бір профи боксшы Александр Ковригин боксрек сайдындағы көрсеткіштерін біршама жақсартып алды. Мұндай жетістікке ол поляк Петр Гудельді ұтып қол жеткізді. Екінші аса жеңіл салмақта бақ сынайтын Ковригинде Эбербахта бокстасып, қарсыласын бірінші раундтақ нокаутпен ұтып алған еді. Бұл 7-ші жеңіс Александрға BDB International белбеуін алып келді. Боксректе ол 345 орыннан 240 сатыға бірақ секірді. Айта кетейік, Александр Ковригин бірінші рет профи бокстағы белбеуін ұтып алып отыр. 22 жасар қазақстандық 2021 жылдан бері профи бокста өнер көрсетіп келеді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.